Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дербес компьютердің ішкі құрылысы. Оқытушы Тасымов Манарбек. Дербес компьютер дегеніміз бірнеше бөліктерден тұрады. Соның ішінде ең бастысы бұл жүйелік блок болып саналады. Жүйелік блоктың өзі ішінде бірнеше құрылғылар бар. Солармен бірге қазір танысамыз. Ең алдымен қуат көзі, бұл блок питания, яғни орысша айтқанда, осы блок питания арқылы компьютерге қажетті ток мөлшері беріліп, реттеліп отырады. Және де біздің барлық жұмысымызға жауапты бұл процессор болып саналады. Процессордың бірнеше түрлі модельдері бар. Соңғы шыққан модельдерінің бірі осы Core i7, Core i9 да шығып жатыр қазір. Бірнеше варианттары бар. Процессор дегеніміз біздің компьютердің жұмысындағы барлық іс-әрекеттерге жауап береді, барлығын реттеуші. Осы процессордың мощностына қарай компьютердің қуаты, яғни мощності анықтауға болады. Қаншалықты жылдам жұмыс жасайды, қаншалықты жай жұмыс жасайды, осы процессорге тікелей маңызды болып саналады. Және де кулер келесі құрылғы, бұл процессордың жоғарғы бөлігінде орналасады. Себебі процессор қатты жұмыс жасаған кезде температура көтеріледі, және ол жанып кетуден қорғау үшін осындай кулерлер орнатылады. Бұл салқындату жүйесі болып саналады. Яғни кулердің желдету арқылы процессорды бір қалыпты температурада ұстап отырады. Егер бұл кулер дұрыс ұстамай қалса, онда процессор қызып, компьютер өздігінен өшіп қалатын болады. Келесі тағы бір бөлігі жүйелік блоктың бұл жедел жады, яғни оперативный память деп аталады. Бұның да бірнеше түрлері бар, жаңаруына байланысты. Қазір жиі қолданыста жүргені бұл DDR3 және DDR4 деген варианттары. Схемада көрсетіліп тұрғандай, барлығының сырт келбеті ұқсас болғанмен, тістерінде айырмашылық болады. DDR1, DDR2 бір-біріне ұқсап келеді, бірақ бір 2-3 миллиметрге орналасу тістерінде айырмашылық бар. Бұл не үшін жасалған? Себебі материнский платаға жаңағы салған кезде шатасып кетпес үшін қайсысы қандай оперативный, яғни жедел жадыны қолдануға болатынына арнап шатаспас үшін жасалған. Келесі жадының түрі бұл тұрақты жады. Біздің жедел жадымыз қазір осы уақытта жасап жатқан жұмысқа жауап беретін болса, тұрақты жады бұл біздің сақталған жұмыстарға жауап береді. Яғни ішіндегі барлық файлдар, бейне файлдар, фото файлдар, басқа файлдардың барлығы сақталған кезде ең бірінші осы тұрақты жадыға, яғни жесткий диск деп аталады, HDD деп атайды немесе, осы тұрақты жадыға сақталады. Және компьютерді өшірген кезде осының ішінде сақталып тұрады. Айта қосқан кезде осыдан запрос жасайды. Ал жедел жадыдағы процесстер, бұлар тек қана осы данный момент жұмыс жасап жатқан кезде, қазіргі моментте жасап жатқан процесстер сақталып тұрады да, компьютерді өшірген кезде бұның іші қайтадан тазарып кетіп қалады болады. Келесі тағы бір құрылғы, бұл қазіргі таңда көп компьютерлерде кездеспейді, актуалды емес деуге де болады, бірақ әлі күнге дейін қолданыстағы компьютерлер бар. Бұл оптикалық жетек, яғни оптический привод деп аталады. Мысалы дискі, CD дискі, DVD дискілерді оқу және жазуға арналған құрылғы. Бұл бұдан бірнеше жыл бұрын, 5 жыл, 10 жылдай бұрын өте қажетті құрылғылардың бірі болды. Қазіргі таңда бұны USB флешкілер алмастырып, бұның актуалдығы жойылды десе де болады. Енді бірнеше жылдан кейін тіпті бұндай приводтарды кездестірмеуіміз де мүмкін. Қазірдің өзінде ноутбуктарда бұндай приводтар уже жоқ. Келесі құрылғы бұл карт-ридер деп аталады. Яғни әртүрлі форматтағы карталарды оқуға арналған құрылғы. Бұл манағы оптический приводтың орнына келе жатқан құрылғылардың бірі. Яғни суретте көріп отырсаңыздар, мысалы USB флешкалар оқуға, microSD оқуға болады, тағы да басқадай түрлі форматтағы карталарды оқуға арналған арнайы құрылғы. Келесі
құрылғымыз бұл бейне карта, яғни видео карта. Видео карта дегеніміз біздің экранға берілетін бейненің сапасына жауап береді, жылдамдығына жауап береді. Бұл көбінесе видео қараған кезде, немесе видео обработка жасаған кезде, әртүрлі программалармен жұмыс жасаған кезде бейне картаның рөлі өте жоғары. Мысалы, жедел жады күші келмей жатқан кезде осы бейне карта өзінің жұмысын атқара бастайды. Неғұрлым бұның жоғары болған сайын, памяти, яғни жадысы жоғары болған сайын, бұл да тезірек жұмыс жасайды. Яғни бұл да бір көмекші құрал ретінде жаңағы тұрақты жадыға жүгінетін процесстерді барлығын өзінің жадында сақтап, сізге тезірек беруге жұмыс жасайтын болады. Және сонымен қатар қосымша тақталар болады, карталар болады. Олар әртүрлі болуы мүмкін. Енді қазір суретте көріп отқандарыңыз бұл қосымша Ethernet кабель жалғауға арналған плата. Карта деп айтуға болады, плата деп айтуға болады, карта расширение деп аталады жалпы. Бұның бірнеше түрлері бар. Тек қана Ethernet кабель емес, манағыдай Wi-Fi шығаруға арналған, тағы да басқа түрлі слоттар шығаруға арналған карталар болады. Енді осылардың барлығы бір-бірімен қосылып бір процесстер жұмыс жасау үшін материнский плата деген үлкен бір құрылғы бар. Осы арқылы бір-біріне жалғанады. Сіздердің алдарыңызда көріп отқан бұл материнский плата. Бұның да бірнеше модельдері бар. Әрбір компания өзіне байланысты әртүрлі материнский платалар шығарады. Біздің алдымызда тұрған Asus компаниясының платасы. Негізгі плата деп айтуға болады. Қазір көп қолданыста жүрген. Енді бұның құрылысымен танысып кетейік. Манағы жоғарыда айтылған құрылғылар қалай жалғанады екен. Ең бірінші сіздерде процессор тұр. Оң жақ жоғары бөлігінде жазылып тұр. Оң жақ жоғары бөлігінде процессор. Яғни мына ортадағы үлкен бөлік бұл процессорның орны. Осы бөлікке процессор салынады. Және оның үстіне мына жерде крепление, точка креплениелер бар, яғни бекіту нүктелері. Осының үстіне кулер орнатылып, салқындатылып тұрады. Және де мышкеме жаңа көрсетіп отқандай, платаның жоғарғы сол жақ бөлігінде сол кулерді жалғайтын разъем, яғни нүкте бар. Және жедел жадының орындары бар. Бұл жерде бізде төртеуі көрініп тұр екен. Әртүрлі түске боялған, бұл ешқандай да маңызды емес, қайсысын қай жерге салуы. Жай ғана көзге удобны болу үшін әртүрлі түске бояп салып қойған. Ол жерде қай түске қандай плата түседі деген маңызды рөл атқармайды. Және де одан кейін блок питанияның жалғау нүктесі, яғни точка разъема дейді. Блок питания жалғанады мына жерге. Төменгі жағында, материнский платаның төменгі оң жақ бөлігінде SATA разъем дейтін бар. SATA разъем дегеніміз бұл жаңағы біздің оптический привод болуы мүмкін, немесе жесткий диск, тұрақты жады болуы мүмкін, тағы да басқа картридер болуы мүмкін. Солардың барлығын жалғауға арналған арнайы осындай разъемдар бар. Бізде бұл жерде 6 разъем көрініп тұр. Әрбір материнский платада әртүрлі болады. Біреуінде 4, біреуінде 6 дегендей. Ол функциональностына байланысты, қаншалықты көтеретініне байланысты. Және сол жақ бөлігіне көшейік. Енді PSI разъем деп көрсетіліп тұр. PSI разъем дегеніміз бұл банағыдай дополнительно расширение салған кезде, мысалы көрсетілген карта расширение, мысалы мынадай осыларды қосар кезде осы PSI разъемдарға қосылады. Яғни бізде бұл жерде тек қана біреу тұр. Кейбір материнский платтарда бұлар екеу немесе одан көп болуы мүмкін. Және оның жоғарғы бөлігінде батарейка дөңгелек болып тұрған. Бұл батарейка не үшін керек? Бұл батарейка бізде BIOS-ты сақтап тұру үшін керек. Және осы тоқтан айырған кезде
даталарды, күннің жадын, биостың соңғы нүктелерін сақтап тұру үшін керек болады. Егер бұл батарея істен шығатын болса, немесе алып тастайтын болсақ, біз компьютерді өшірген сайын қайтадан жаңа бастапқы дата түсіп тұрады. И оның жоғарғы бөлігінде видеокартаға арналған разъем, бұл да бейнекарталар осындай разъемға салынады, және осы арқылы бір-бірімен процесс орналасылады. Енді жүйелік блоктың жаңа бөлігі, ең басында көрсетілген жүйелік блок, бұны бірнеше секторға бөлінген. Осы секторлар туралы айтып кетейін. Бірінші сектор, бір деп тұрған бұл материнский плата орналасатын жер. Яғни ең основной бөлік материнский плата осы бөлікте орналасады. Екінші, бұл блок питания орналасқан. Бұл жүйелік блоктың бір ерекшелігі, блок питания төменінде орналасқан. Кейбір жүйелік блоктарда блок питания жоғарғы бөлігінде орналасады. Ол ешқандай рөл атқармайды, қай жерінде орналасса да. Мына бейне суретте бұл төменде орналасқан екен. Және үшінші бөлік. Бұл жерде көбінесе карт-ридер орналасуы мүмкін, оптический привод орналасуы мүмкін. Осындай арнайы құрылғылар орналасатын бөлік. Төртінші бөлік. Бұл жерлерде, және үшінші бөлікте де, төртінші бөлікте де жесткий дискілер де орналасуы мүмкін. Яғни тұрақты жады да орналасуы мүмкін. Үшінші бөлік, және төртінші бөліктер. Арнайы осындай саласкалар болады. Бесінші бөлік, бұл жүйелік блоктың артқы бөлігі. Бұл жерде біздің оперативный видеокарта немесе дополнительный расширениелер болса, осы бесінші бөліктегі жабылып тұрған темірлер алынады да, орнына сол платалар салынады. Алтыншы бөлік, бұл жерде материнский платаны көретін болсақ, материнский платада өзінде арнайы порттар бар. Яғни біздегі USB шығаруға арналған порт болуы мүмкін. Егер видеокартамыз болмаса, VGA порт болады, яғни экранға жалғайтын. Тағы да басқа клавиатура, мышка жалғайтын, перне тақталар жалғайтын, немесе дыбыс колонкаларын жалғайтын порттар бар, арнайы порттар. Осылардың барлығы көбіне көп мына алтыншы бөліктен шығып тұрады сыртына қарай. Жетінші бөлік, бұл жерде сеткамен қоршалып тұр. Бұл жерде қосымша кулер орналастыруға болады. Яғни материнский платада процессордың үстінде тұратын кулерден бөлек қосымша тағы желдету құрылғысын орналастырып қоюға болады. Және басқа да ішіндегі құрылғыларды салқындатып тұру үшін. Сегізінші бөлік, ол төменгі жақта бөліп тұр. 3 пен 4-тің ортасында. Бұл жерде егер жесткий дискіміз біздің көрсетілген жесткий диск, үлкен жесткий диск болса, яғни ноутбуктарға арналған жесткий дискілерді салып, дополнительный расширение жасау үшін осы 8-ші бөлікке салуға болады. Немесе бұл жерге тоже карт-ридерлар салуға болады. Карт-ридер немесе USB ридер. Алдында арнайы пластинкалар алынады, соң орнына 8-ші бөлікке салынады. Дербес компьютердің, оның ішінде жүйелік блоктың ішкі құрылғылары осындай. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.